Бәрінің қадалып жатқан тақырыбы қазақ хандығы екінші часть. Сонымен сіздерде ұбт-да келеді 1582-1598 жылдары билік құрған хан деп. Ол бізде Тәуекел сұлтан. Хақназардың кегін алған сұлтан деп келеді. Ол бізде Тәуекел сұлтан. Және Тәуекел орыстармен 1594 жылы алғаш келісімшарт жасасқан хан. Келесі бізде бұл Есім хан. Есім хан 1598-1628 жылдары билік құрған. Өзінің халқына өзі геноцид жасалған жалғыз хан. Ол бізде Есім хан 1627 қатаған қырғыны. Және Есім ханның кезінде сіздерде ұбт-да келеді 1603-1611 жылдары кімдермен шайқасты деп. Ол бізде бұхарлар. Келесі хан бізде Салқам Жәңгір хан 1628-1652 жылдар. Атақты Жәңгір хан небәрі 600 әскермен 50 мың жоңғардың тас талқанын шығарған хан. Ол бізде Салқам Жәңгір, Леонид Завидует. Жеті жарғының авторы, ол бізде Тәуке хан 1680-1715 жылдары билік құрған. Және 300-дің басын біріктірген тұлға. 300-ге бөлінбейік қазағым. Подписать етуді ұмытпаңыздар.